Так, мен енді анау Рамазан, Данияр, Айдостарды істеуге барайын. Өзімнің номер 19-шы ауылыма. Короче, мен кеше кешкі 7-де мен осы пустыняға жетіп алғам. И короче, мынау пустыня вообще өте үлкен екен. Мен әлі осы пустынядан шыға алмай келе жатырмын осы жерде. Оппана, мен уже сені таппайым деп ойлағам. Бұл не нәрсе? Бұл Айдостың телефоны ғой. Сенде Айдостың телефонын не істеп жүр, а? Короче, мен номер 22-ші ауылда болғанда, олар қайта издеваться ете берген менімен. Еще угрожать етіп. Еще олар жануарлармен издеваться етеді. Бұл белгілі болған, потому что олар номер 22-ші ауылда еще итті өлтіріп тастады. Мен оны көрдім. Короче, сол үшін мен оларға отомстить еттім. И оларға смертный приговор подписать еттім. Мынау орманда мен оны таба алмайын по-любому. Артынан жүгіргім кеп тұрған жоқ. Жарайды, короче, мен анау жақтағы басқа бір ауылға барып, сол жақтағы магазиннен өзіме бір нәрсе алайыншы. А то қарным аш кетті уже. Бастыққа, короче, ұстай алмай қалдым деп айта салам. Анау Диасты. Короче, саған анау жаққа қарай жүре беру керек. Алдыға қарай. Потом где-то жарты сағаттан кейін сен уже плоский жаққа шығасың. И, короче, сол жерде разбойниктердің ауылы болады. Мә, совсем біраз ғана қалды ма? Если алдыға жүре берсем, мен уже плоский жаққа шығам ба? Иә. О, наконец-то! Сізге көп рахмет айтқаныңыз үшін. Мен наконец-то білдім, сол разбойниктердің ауылы қай жақта екен. Может, мен даже тапқан да шығармын оны. Потому что уже білем, қайда бару керектігімді. Короче, мен өз телефон арқылы полиция шақырғым кеп тұр. Короче, полицияға осы жер астыдағы қорқынышты үй туралы айтқым кеп тұр. Чтоб олар келіп, осы разбойниктерді ұстау үшін. Полициялар просто ұзақ таба алмай жүрген осы жер астыдағы қорқынышты үйді. Так, қазір звондайын оларға. Короче, Денис, сол разбойниктердің ауылы анау жақта, вот анау. Короче, со жаққа алдыға қарай жүре бересің. Потом где-то бір сағаттан кейін сен плоский мирге шығасың. И, короче, сол плоский мирде сол разбойниктердің ауылы болады. Мә, совсем чуть-чуть қалды ма? Если мен анау жақтан алдыға қарай жүре берсем, мен уже плоский жаққа шығам ба? Я потом со жақта разбойниктердің ауылы болады. Достар, далада уже түн бат кетті. Короче, мен реально плоский мирге шығып кетіппін, қарандар. Так, енді осы плоский мирде анау разбойниктердің ауылы болу керек. Так, давайте алдыға қарай жүре берейік. Может, ол алдыда шығар. Так, Қайсар, маған тағы да бір басқа ой келген сияқты. Короче, мен углда табылған осы таспен на этот раз решетканы шағудың орнына анау разбойник бізге тамақ беруге келетін кезде ол осы решетканы ашқанда мен осы таспен оның басынан бір пергім кеп тұр, оны талдырып. И только потом осы решетканы шағып қашамыз. Жарайды, осы план сработает деп ойлаймын мен. Аха, давай күтейік, пока ол келгенше дейін. Так, стоп, погодите. Мен ан жақта бір нәрсе көріп тұрған сияқтым. Достар, қарандар, ан жақта ағаштар тұр какой-то. Осы плоский мирде какой-то бір ағаштар. Так, давайте барып көрейік. Достар, қарандар, ан жақта мельница тұр какой-то. Достар, мынау, по-моему, разбойниктердің ауылы. Мен оны тапқан сияқтым, походу.
Наконец-то! Мен оны ұзақ іздедім ғой, осы ауылды. Мен оны таптым наконец-то. Так, мында есік какой-то. Мынау, по-моему, осында вход. Осы деревняға кіретін жер. Так, давайте аккуратно кірейік. Разбойниктер! На! Давай, сен де бергел. Наса! Бастық, біздің ауылымызға Назаритовый бронямен жүрген жігіт кіріп кетті. Ол разбойниктерді өлтіріп тастады. Алло, қайдасың? Ё-моё, мынаны да өлтіріп тастады. Біреу біздің базамызға кіріп кетті. Так, мына есікті жауып тастау керек. Так, давайте бочканы алайықшы. Разбойниктер срочно группамен бірге артқа қайтыңдар ауылға. Біздің ауылымызға Назаритовый бронямен жүрген адам кіріп кетті. Оны тауып өлтіріңдер. Бля, мынау орындық. Мешать жасап тұрмаған. Километрдан кейін оңға қарай, орманға қарай бұрыламыз. Сол жерде болады сол замок. Ой, ёпта. Жүгіре алмаймын уже. Ай, жіберші мойнымды. Так, стоп, погодите. Мынау не нәрсе? Мында какой-то бір ағаштар, какой-то непонятный постройка тұр. Точно, мынау разбойниктердің ауылы ғой. Мен телефоннан көргенмін, осы разбойниктердің ауылы қалай көрінетін.
и ол дәл осылай көрінеді екен. Наконец-то мен оны таптым. Так, все, кеттік. Мә, Ержан, сенде получилось. Сен оны өлтірдің. Мә, я, жақсы бол. Все, давай шығайық осы решетканы и шығайық осы жерден. Все, ашылды. Все, давай, Қайсар, кеттік. Так, мында кіретін жер қайда? Вот, мне таптым. Мында есік тұр какой-то. Все, бізде получилось. Біз шықтық. Ага. Наконец-то. Мен осы ауылды өте ұзақ істедім. Так, біз қайдамыз енді? Қаш! Қаш! Ё-моё! Мен мына мельницадан бір дауыс естідім. Міне, біз таптық. Так, давайте кеттік, кіреміз. Әр углды осматривать етеміз. Так, тез кіреміз. Ол мына жерде болу керек. Короче, достар, мен мэрдің золотой шлемін таптым. Ол, короче, осы храмның ішінде болыпты. Так, все, енді ана генератор табу керек. Так, разбойниктер, бізге бастық, біздің ауылымызға незаритовый бронямен жүрген адам кіргетті деп айтқан. Ол, наверное, осы ауылға генераторды шабуға келген. Кеттік, генераторды қорғайық. Давай, кір. Мә, мынау чё за место? Мә, мына жерде не болған? Так, Қайсар, кеттік анау жаққа кірейік. Мә, міне, мынау тот самый балта екен ғой, мен тауып алған. Вот, міне жатыр ол. Так, все, енді дайын тұру керек ананы ұруға. Так, енді күтейік оны. Мә, достар, қарандар, мынау нәрсе өте қатты генераторға ұқсайды. Так, давайте оқиық мынаны. Мә, я, достар, мынау разбойниктердің генераторы. Наконец-то, достар, мен оны таптым. Короче, достар, мен осы өзім добыть еткен 10 000 уронғы киркамен қазір осы генераторды шақсам, то бүкіл разбойниктер жоғалып кетеді. И еще анау капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы главный. Ол тоже жоғалып кетеді, наверное. Так, все, достар, мен дайынмын. Шо!
Ё-моё. Мә, достар, менде получилось. Мен генераторды шақтым. Так, мынау разбойниктердің бәрі жоғалып кетті. Мен осы генераторды шаққанда. Короче, достар, все, генератор тоқталды. Бәрі бітті, короче. Жарайды, кеттік, қайтайық артқа. Давай, тез, чап! Ё-моё, ужас. Так, мен осы жерден какой-то садақтың дауысын естідім, но онда что-то ешкім жоқ, мына труптардан басқа. Жарайды, кеттік, маған ана генератор табу керек. Бә, мына жер қалай қап-қараңғы. Иә, наконец-то, хотя біз тірі қалдық. Біз өле жаздадық қой, анау бізді өлтіре жаздады. Так, все, енді выход табу керек осы жерден. Давай, кеттік, Қайсар. Так, Қайсар, кеттік, мына жерді көрейік енді. Денис, Мә, Дияс, сен тош келіп алдың ба осы ауылға? я ал сен мына мельницаның ішінде не істеп жүрдің? Короче, мен номер 22-ші ауылдағы мэрдің золотой шлемін іздеймін деп, мына мельницаның ішінен бір садақтың дауысын естідім, бір выстрелдің дауысын. И, короче, мына мельницаның ішінде жер астыдағы қорқынышты үй бар екен. И сол жерде труптар болған, мен труптарды көргем соның ішінде. Мә, шын ба? Иә. Мә, вообще ужас. Короче, Денис, менде все получилось. Короче, мен осы 10 000 уронға киркамен, осы 10 000 уронға киркамен, мен генераторды шақтым, генератор тауып. И, короче, мен мэрдің золотой шлемін таптым уже. Вот, мне ол. Ема, серьезно ма? Сол шлем қай жерде болған? Ол, короче, анау жақтағы пирамиданың ішінде болған какой-то. Сандықтың ішінде. Вот, со жерде болған. Мә, Дияс, вообще молодецсың ғой. Сен осы 10 000 уронға кирканы қайдан алдың? Мен оны Нижний мирдан алғам ғой. Нижний мир. Ол, короче, специально генераторларды, командный блоктарды шауға арналған ғой. Мә, так ладно, Дияс, не істейміз енді? Мен білем не істейтінді. Короче, мен осы ауылға қазір полиция спасательдарды шақырайыншы, чтоб олар ары қарай өздері разобраться ету үшін. Так, все, Денис, мен полицияларды шақырдым осында. Все, давай, кеттік. Дияс, подожди, біз қайда барамыз екеуміз? Мен білем біздің қайда баратынымызды. Все, давай, кеттік, артымнан жүр. Все, наконец-то мен осы ресурс кейді тауып, осы сандықтарға жеттім. Вот міне, мына сандықтарды аштым мен, осы ресурс кеймен. Вот міне, мында біздің ауылдағы бүкіл ресурстар, ақшалар жатыр. Так, мен ауылыма қайтқан соң
осы ресурстарды обратно мэрге қайтарам мен. Так осы сандықтарды алып қашу керек осы жерден. Бә, мен раным ауырып тұр әлі. Бә, қалай шаршадым мен. Стоп, погодите. Мен ана жақта біреулерді көріп тұрмын. Анау жақта біреулер тұр. Точно, ну, спецназдар ғой. Спецназдар, по-моему, мені тапты полициялармен. Эй, мен мұндамын. Көмектесіңдер, мен мұндамын. Азамат, ана жақта біреу көмек сұрап жатыр. Ана жақта тірі адам бар. Мынау адам, по-моему, бізді шақырған адам сияқты. Кеттік, оған көмектесу керек. Олар вроде келе жатыр маған. Наконец-то. Бәрі бітті. Бауыржан аға, бізде получилось. Генератор тоқталды. Бәрі бітті. И потом, короче, мен сол генераторды шағып болған соң артқа қайтатын кезде мен Денисті встретить еттім, ол мельницадан шығып бара жатқан. Я, мен сол мельницаның ішінде разбойник пен бір адам трупын көрдім. Сіз ана сеттағы, тиктоктағы андай видеоны білесіз бе? Бір адам салған. Ол клетканың ішінде отырып, генератор, глазырь туралы айтқан видеоны көрдіңіз бе? Вот, короче, сол тиктокқа сол видеоны салған адам трупын көрдім мен. Сол мельницаның астындағы, жер астыдағы қорқынышты үйде. Жоқ, ондай видеоны көрмеппін. Жігіттер, сендер генераторды шақтыңдар дейсіңдер ме? Жоқ, ол генераторды Диас шақты ғой. Ал мен сол генератор таба алмай қойдым даже. Мельницаның астына түсіп. Диас красавчик. Мә, Диас және Денис, сендер екеулерінде молодецсіңдер. Сендер прям геройсыңдар ғой. Сендер генераторды наконец-то остановить еттіңдер. И бізді құтқардыңдар ана разбойниктерден. Біздің ауылымызды. Көп рахмет сендерге. Оқасы жоқ. Біз сол ауылды вообще Диас екеуміз ұзақ іздедік қой. Біз оны 2 күн іздедік где-то. Біз вообще шарша кеттік қой. Короче, бізге номер 22 ауылға бару керек, чтоб со жақтағы мэрге золотой шлемді беру үшін. И, короче, сол мэр Диас екеумізге награда береді, сыйлық береді бізге. Біз оның шлемін тапқанымыз үшін. Сізде дворда машина тұр, сіз бізді апарып тастайсыз ба номер 22 ауылға? Я, мен сол номер 22 ауыл қай жақта екен білем. Жақсы жігіттер, давайте кеттік, мен сендерді апарып тастаймын сол ауылға. Давайте кеттік, отырыңдар машинаға. Короче, біз Дениспен орнымен поменяться еттік. Денис алдыда отыр, ал мен артта. Так, все, отырдыңдар ма? Иә. Так, жарайды, кеттік.
Достар, мен ұйқым кеп тұр, мен шаршадым. Пока біз сол ауылға жеткенше дейін мен ұйықтап алайыншы біраз. Наконец-то біз қайтып бара жатырмыз артқа. Так все, келдік, осы ма? Номер 22-ші ауыл. Я осы. Так, Диас, оян. Диас, тұр, оян. Не? Диас, біз келдік номер 22-ші ауылға. Келдік пе? Так, жарайды, кәз. Вот, міне Диас, номер 22-ші ауыл. Наконец-то. Бауыржан аға, сізге көп рахмет. Номер 22-ші ауылға машинаңызбен әкелгеніңіз үшін. Так, қанша теңге болады? Жоқ, маған түкте керек жоқ, Диас. Наоборот, саған рахмет. Сол генераторды шағып бізге көмектескен үшін. Жарайды, сізге де рахмет. Ауылға әкелгеніңіз үшін бізді. Жақсы. Жарайды, Бауыржан аға, сау болыңыз, рахмет. Сау болыңдар, біздің ауылға қонаққа келіп тұрыңдар. Сау болыңыз. Все, ол кет қалып. Жарайды, Денис, давай кеттік. Короче, Диас, мен осы номер 22-ші ауылда тұратын өзімнің Арман деген досым үйіне қона салайын. Вот, әне тұр ол. Так, ал сен өзіңе үй арендовать еттің бе осы ауылда? Уақытшаға. Жоқ, мен осы ауылда болғанда мен Серіктің үйіне ночевать еткем. Ана сары очкимен жүретін. Менімен бірге Арман үйіне барып ночевать етпейсің бе? Қазір уже бүкіл ауыл ұйықтап жатыр. Сағат уже 12 болды. Мэр тоже, наверное, ұйықтап жатыр. Короче, ертең таң атқан соң мэрге қайтарып береміз сол шлемді. Оған айтамыз біздің келгенімізді. Жарайды. Короче, мен лучше Серіктің үйіне барып ночевать ете салайыншы лучше. Жарайды, онда кеттік. Диас, вообще күшті болды ма? Вообще күшті путешествовать еттік пе? Сол ауылды іздейміз деп. Вообще күшті болды. Ладно, короче, давай сен Серіктің үйіне бара бер. Жарайды. Давай, Диас, ертең көрсеміз. Жарайды, давай. Короче, достар, қайырлы таң. Далада уже таң атты. Короче, достар, мен кеше түнде Серіктің үйіне ұйықтауға барғанда мен Серікке қалай путешествовать еткемді и сол генератор қалай шыққанымды айтып бердім, короче. И ол маған, Диас, молодецсың ғой, дейді. Ладно, достар, короче, мен Дениспен встретиться етуге бара жатырмын. Так, давайте кеттік. Короче, достар, вот мне мынау мэрдің үйі, осы деревня, но біз оған потом кіреміз, Денис екеуміз. Так, қазір мен Денисқа бара жатырмын. Кім бұл? Мен Диаспын. Диас, қалайсың? Жақсы. Давай, кір. Короче, Арман, танысып қой, мынау Диас сол разбойниктердің генераторын шағып, сол золотой шлемді достать еткен. Мен саған кеше түнде соны айтып едім ғой. Қалайсың, Диас? Менің атым Арман. Чё там, сен реально сол генераторды шақтың ба? Сол 10 000 уронға киркамен. Вот мне сол 10 000 уронға кирка.
Мә, Диас, молодец. Сен прям сол генераторды шақтың ғой. Мә, сен оны қалай істедің? Да, менде просто мықты броня болған ғой, қылышпен. И со жақта просто разбойниктер аз болған. Жарайды онда, жігіттер, кеттік Бахаға барайық. Бахаға айтайық сол туралы. Така, Баха деген кім? Ол мен екінші досым ғой, ол тоже осы ауылда тұрады. Понятно. Все, давайте кеттік. Короче, Диас, мне ол осы үйде тұрады. Баха, шық, бұл мен Денниспін. О, Деннис, досым, қалайсың? Сен уже келіп алдың ба сол ауылдан? Я. Мә, Баха, саған не болған? Сен бетіне не болған, Баха? Мен бетіме не болды дейсің бе? Бұны мэр істеді ғой. Не? Я, Баха, бұл шын. Оны сол қақпасы ұрып тастады. Не? Не үшін ұрды? Не үшін ұрды ол сені? Така, күте тұршы, Деннис, мынау кім? Анау жерде Арманның қасында тұрған. Ол Диас қой. Ол тош менімен бірге сол плоский жақтағы разбойниктердің ауылына барған. И ол со жақта генераторды шағып, мэрдің золотой шлемін тауып алған ол. Мен оны білем. Ол осы ауылға сары түсті очкимен жүретін Серік деген жительмен бірге келген. Оны басқа бір жер астыдағы қорқынышты үйден құтқарған соң. Мә. Жарайды, короче, жігіттер, кеттік осы ауылда тұрған скамейкаға барайық. Біз со жақта жақсылап тұрып танысамыз. И сен, Баха, айтып бересің, сен мэр не үшін ұрған үшін. Все, кеттік. И потом, короче, мен оған, мен мысығыма тіл тигізуші болма, сен қақың болмасын деп айтқанда, ол мені ұра бастады. Сен не маған ақыл үйретіп тұрсың деп. Мә, ужас. Мә, он бас істемей ма вообще? Ол неге солай істейді? Ол вообще жаман адам ғой. Мен баяғыда 2 жыл бұрын Атырауда жай ғана қыдырып жүргенмін. И мен Қарақұм деген көшеден өтіп бара жатқан мимо. И мен оң жақтан бір үйден біреулердің айғайлап жатқан даусын естігем. Сол үйдің ішінде біреу өзінің әйел мен баласын ұрып жатқан. Ай, папа, тиіспеші өтінем. Сен не, мен басыма шайын дегенсің ба, а? Тиіспеш оған, бала ғой әлі. Мәсі. Потом мен внимательно сол үйдің терезесіне қарағанда, мен сол мэрді көрдім, осы ауылдың. Ол өзінің әйел мен баласын ұрып жатқан. Сол мэр, походу, баяғыда 2 жыл бұрын сол қалада тұрған. И сол кезде ода әйел мен бала болған. Я мен соны білем. Маған Баха сол әңгімені айтқан. Ана жолы. Ё-моё. Жігіттер, Диас, қалайсыңдар? Чо там, не істеп отырсыңдар? Жақсы. Я, Серік аға, жақсы бәр. Диаспен танысып алдыңдар ма? Диас плоский жақтағы разбойниктердің ауылында генераторды шағып мэрдің шлемін тапты ғой, білесіңдер ма? Я, Серік аға, білеміз. Біз как раз сол туралы сөйлесіп жатырмыз. Мә, Баха, ал саған не болған? Сен бетіне не болған? Мені мэр ұрып тастады. Бұны мэр істеді. Мә, неге? Не үшін ұрды? Қазір айтам.
Вот міне осылай болған. Сол үшін ол мені ұрып тастады. Мә, ужас. Жарайды, баха, ойындама, мен сол мэрмен сөйлесем потом. Жоқ, керек жоқ. Жоқ, Серік аға, не надо. Бұл бесполезно. Біз өзіміз разберемся, и мен өзім сөйлесем олмен. Ал, өзің істейсің бе? Жарайды. Жарайды, мен сол қалдарыңды білейін дегенмін ғой. Жарайды, маған кету керек. Давайте, жігіттер. Давай, баха, сен тезірек жазылып кет. Аха. Жарайды, все, давайте. Чё там, Диас, давай айтсай. Сол разбойниктердің ауылына қалай барғанды, и сол генератор қалай шыққанды. И еще қайдан келгенді, қай жерде тұратынды, и сол Серік ағамен бірге андай басқа бір жер астыдағы қорқынышты үйден қалай шыққанын бәрін айтып берші бізге. Жарайды, қазір бәрін айтам, бәрі неден басталған. И потом, сол номер 61-ші ауылдағы мэр Денис екеумізді өз машинасымен осында әкеп тастады бізді. Вот міне, Диас, осылай шақты генераторды. Диас, натуре ма? Аха. Мә, красавчиксың ғой. Я, рахмет. Кстати, Диас. Осы номер 22-ші ауылдағы мэр, если біз оған сол золотой шлемді қайтарсақ, бізге наградаға көп ақша берем деп айтқан ғой. Ол маған сөйтіп айтқан. Ол маған да айтқан. Ол обещать еткен берем деп. Ой бә. Ол бермейді ғой. Мен сол мэрді білемін ғой. Ол сендерге ештеңке бермейді по-любому. Мен оны білем ғой 100%-ке. Мен де солай ойлайм, ол бермейтін шығар, может, сендерге. Так, вдруг берет? Ол обещать етті ғой, обещать етем деп. Жарайды, қазір көреміз біз оны. Давай, Диас, кеттік. Сендер осында күте тұрыңдар бізді. Біз қазір келеміз. Все, давай, кеттік. Вот мне оның үйі. Оппана. Мә, Денис, Диас, келдіңдер ме уже? Мэр, ассалаумағалейкум. Біз Диас екеуміз сол ауылға барып, сен шлеміңді таптық. Оны Диас тапты, вот міне ол. Ассалаумағалейкум, вот мне сіздің шлеміңіз. Так, давай, әкел. Вот мне. Наконец-то, менің шлемім. Мен оны жоқ деп ойла қалдым ғой. Тоқтаңыз. Қайда кеттіңіз? Мэр, біз әлі болған жоқпыз. Ой, не болды, не керек сендерге? Мэр, сіз білмейсіз бе? Сіз ана жол былай айттыңыз ғой бізге. Если біз сіздің осы золотой шлеміңізді тауып, сізге қайтарсақ, сіз бізге награда бересіз деп обещать еттіңіз ғой. Біз сіздің шлеміңізді таптық қой. Біздің наградамыз қайда? Қайдағы награда, Мен сендерге ештеңке обещать еткен жоқпын. Все, менің шлемімді қайтардыңдар. Енді кетіңдер үйімнен. Мэр, тоқтаңыз. Біз Диас екеуміз сол плоский жақтағы разбойниктердің ауылы қай жақта екен білмей, оны вообще әрес таптық қой. И бізге вообще өте қиын болды сол ауылды табуға. И сол генераторды тоқтатып, осы шлемді табуға. Біз генераторды тоқтаттық еще, Диас тоқтатты. Мэр, бізге реально өте қиын болды. Біз вообще өте қатты шаршадық сол ауылды табуға.
біз оны вообще өте ұзақ іздедік қой. Я вот именно. Мен сендерге түсіндіріп айттым ғой. Мен үйімнен кетіңдер дедім. Или немесе қазір екеулеріңді де осы ауылдан қуып жіберем, ұқтыңдар ма? Кетіңдер, жоғалыңдар мен үйімнен, малдар. Мен біліп едім солай болатын. Еще мал де қояды бізге. Ол не деген мразь осы мэр. Даже рахмет те айтқан жоқ, біз оның шлемін тапқанымыз үшін. Я соны айтам. Жарайды, кеттік, Арман мен Бахаға айтайық, оны сөйтіп айтқан. Чё там, жігіттер, мэр сендерге берді ме награданы? Жоқ, қайдағы? Ол өз шлемін алды да бізді қуып жіберді. И бізге еще угрожать етіп қояды. Мен сендерді ауылдан қуып жіберем, ұқтыңдар ма? Деп. Біз Диас екеуміз сол шлемді әрест таптық. И анау разбойниктердің ауылын әрест таптық. Оны ұзақ іздеп. Біз вообще өте қатты шаршадық, но бірақ мэрге соған вообще бәрібір. Ол даже рахмет те айтқан жоқ бізге. Мен білдім солай болатын. Мен басқа жаманырақ мэрді вообще көрмеппін. Кстати, Арман, не істеп тұрсың? Отырсай орындыққа. Ой, жоқ, мен не хочу. Тұра берейінші лучше. Жарайды, тогда мен отырайыншы. Давай, Бахат, жылжыш. Кстати, жігіттер, сендер маған ана 3 хулигандар туралы айтып едіңдер ғой. Итті өлтіріп тастаған. Сол не болды? Олар тұстаған жоқ па әлі? Білмейміз, олар жоғалып кетті куда-то. Біз әлі білген жоқпыз, олар вообще қайда жоғалып кеткен. Кстати, Диас, сен сол хулигандарды білесің бе? Олар біздің осы ауылымызға келе беріп, бізге тисе береді ғой. Олар вообще шығарды ғой. Өй, боқтама, Баха. Ой, қайдан білем, шын ғой. Кстати, Диас, сен осы ауылға келгенде, олар саған да тиіскен жоқ па? Мен оларды білем. Олар менмен де издеваться еткен. Олар сендермен тоже издеваться еткен бе? Олар Арман екеумізбен издеваться еткен, и осы ауылда тұратын басқа бір балалармен де издеваться етіп жүрген. Олар семен қалай издеваться етті? Олар саған не істеді? Олар, мені мазақ қылған. Мал, клоун, даун деп. Бірінші рет мен оларды осы скамейканың қасында көргенде, олар мен қуып жіберді осы скамейкадан. Кет бар деп. Ал екінші рет мен оларды анау жақта көргем. Олар анау жақта тұрған, и мені өзіне шақырып алды. И сол жерде менімен издеваться етіп тұрған. Раз шығасың ба? Менің бауырым сенің бытштыңды шығарады деп айтқан. Сөйтіп угрожать етіп тұрған маған. И олар мен туралыны сұрап жатқан. Мені қайдан келді и так далее. Потом мен айтып тұрғанда, олардың біреуі, ана Рамазан деген, айғайлап жіберді. Қатты сөйлешей деп. И бұл біткен жоқ әлі. Мен оларды еще түнде көргенмін. Түнде мен Серіктің үйіне барып ұйықтайын дегенде, мен оларды опять встретить еткем. Анау жақта, И сол жақта олар тоже менімен издеваться етіп тұрған. Олар маған сұрақтар қойып тұрған осындай. Олар бүйтіп айтқан маған. Это нахуй. Біз бағана сөйлесіп тұрғанда сен немнеге қашып кеттің? Біз әлі до конца болған жоқпыз ғой, бағана сөйлесіп. И соны айтамын деп издеваться етіп тұрған. И бүйтіп айтады олар, сені осында Алиэкспресстан алып келді ме не? Дейді. Потом олардың біреу былай айтқан. Жоқ,
оны садиктен алып келді ғой, осында садик деп. Сөйтіп айтып күліп тұрған надамной. И еще қызың бар ма деп қояды. Потом олар мені шапалақпен бір перді. Потом ақша сұрап тұрған менен. И потом мен жоқ деп айтқанда, олар бүйтіп айтқан маған: клоун ертең бар ғой бізге 30 изумруд ал келетін бол. Егер әкелмесең, біз сен көтінді айырып тастаймыз. Мен өзімнің ағамды шақырып алам ертең. И біз сенің быт-шытыңды шығарамыз, ұқтың ба? Вот мне, осылай айтып, угрожать етіп тұрған маған. Потом, мен осылай айтып жібергенде, жоқ, ұққан жоқпын дегенде, олар мені бәрі бірге ұрып тастауға дайын тұрған, нападать етуге. И потом, сол разборканың қасында, үй тұрған, и сол үйдің ішінде бір адам болған, и соған сол дауыстар естіліп тұрған, наверное. И, ол далаға шығып, бізді тоқтатты. И олар маған напасть ете алмай қылды. Сол житель анау үйде тұратын, мені типа құтқар қылды. Потом ол шыққанда, ол бізге ұрсып тұрған бәрімізге. Немнеге түнде шулап тұрсыңдар деп. Потом, сол хулигандар бүйтіп өтірік айтып тұрған, лгать етіп. И мені подставить етін деген еще осылай. Олар сол жительға осылай айтып тұрған: аға, бұл біз емеспіз, бұл мынау бастады бәрін деп. И, сөйтіп подставить етін деген мені. И потом, мен Серіктің үйіне барып ұйықтадым. Потом на следующий день мен қайтадан осында келдім, осы местаға, осы скамейкаға. И потом, отырғанда опять сол хулигандар келіп алды. И опять издеваться етіп тұрған, угрожать етіп, осылай айтып тұрған: сен не, біздің сенің мазаңды алмаймыз деп ойлайсың ба? Деп угрожать етіп тұрған маған. И потом, олармен қатты нервыма тиіп, и мен, өзімнің осы незаритовый қылышымды алып, оларды прям на месте өлтіріп тастағым келген. Но бірақ Рамазан дегенде тоже незаритовый қылыш бопты, и одан незаритовый броня болған, ал менде всего лишь алмазный болған сол кезде. И сен оларды өлтіре алмай қойдың ба? Я потом сол кезде Серкаға кел қалды, и ол мені собранияға шақырып тұрған анау жақтағы. И, мен олардың итті өлтіріп тастаған білемін. Мен, оларды аңдығам, сол хулигандарды, и прям өзім көрдім, олардың итті өлтіріп тастаған. Не? Қалай? Қазір айтам. Мен анау плоский жақтағы разбойниктердің ауылына кетейін деп жатқанда, мен артқа қайтып, анау жақтан, анау жақтан хулигандарды аңдып тұрғам, олар тағы не істейтін. И, сол хулигандар осы жерде мен туралы өсек айтып жатқан, мені мазақ қылып. Мен соны тыңдап тұрғам анау жақтан. Олар бүйтіп айтып жатқан: жігіттер, ол осында тұрады, бізге угрожать етіп. Потом мен резко незаритовый бронямды киіп, и резко өзімнің қылышымды алғанда, ол шошып кетеді ғой, как будто бұтына түш қойған секілді артқа қарай жүр қояды дейді. Сөйтіп айтып күліп жатқан. И потом, осында ит пайда болғанда, олар оны өлтіріп тастады, мен сонда көрдім. Вообще ужас. Так ал ары қарай не болды? Сен сол хулигандардың қайда жоғал кеткенін білесің бе? А то олар что-то жоқ вообще. Оларды әлі тапқан жоқ полиция. Я, мен білем олар қайда екен. Мен оларға уже отомстить еттім. Поэтому полиция таба алмай жүр оларды. Мен оларға өзім отомстить еттім. Не? Қалай? Қазір айтам. Мен анау жақта, сол жақта жүріп бара жатқанда, мен, жер астыдағы қорқынышты үйді тауып алдым. Басқа бір ескі Ридер Хилл деп аталатын. Не?
сол жер астыдағы қорқынышты үй туралыны бәрін ұмытып кетіпті. Соның ішіне уже давно ешкім кірген жоқ. Ол заброшенный болған. Ол осы ауылдан чуть-чуть алыс. Мен хулигандарды сол жер астыдағы қорқынышты үйге заманить еттім. И оларға отомстить еттім за все. Вообще мен в шокемін ғой. Сол хулигандарға сен отомстить еткеніне. Сен оларға қалай отомстить еттің? Айтшы, пожалуйста. Так, стоп, погодите, мен айтамын. Но бірақ сначала сендер айтыңдаршы. Сол хулигандар сендерді не істеген? Олар қалай издеваться еткен сендермен? Только потом айтам, қалай отомстить еткенімді. Жарайды, кыз, мен айтам. Ана жолы сол хулигандар мен телефонымды алып алды. Вот, сондай жағдай. Осылай болған. Тоқта. Оппана. Қайда бара жатсың сен, а? Бергеш мұнда. Сендер не істеп жүрсіңдер мұнда опять? Не керек сендерге? Қараш мынаған. Но вообще дерзкий болып кетіпті ғой. Ақша бар ма? Қалтаңды көрсет. Кетіндер шына. Неме су. Даун, мен сен көтінді айырам кәз. Мен мынау бауырым, ол көтінді айырады сен кәз. Ол сен бұтыштың шығарып тастайды бар ғой. Вот именно, Паразан, шығасың ба? Шығам, не бопты? Сен неме дерзкейсің сондай, Не? Берген! Так, все, болды. Так, давай көрсет қалтаңды. Жоқ. Опа, вообще жақсы телефон екен ғой мынау. Все, давай, клоун, сал бол. Давайте, жігіттер, кеттік. Жоқ. Давай, терпила, до свидания. Вот мне, осылай болған. Но бірақ мен потом полиция шақырдым. И, полиция маған телефонымды қайтарып берді. Вообще жақсы болды. Так, Денис, сол хулигандар семен қалай издеваться еткен? Олар саған не істеген? Мен, если честно, сол хулигандарды вообще көрген де жоқпын ни разу. Мен білмеймін олар қалай көрінетін. Так, Арман, семен қалай издеваться еткен олар? Саған не істеген? Кәз айтам, сол хулигандар ана жолы, мен ақшамды алып алған. Мен жай ғана ауылда серуендеп жүргенде. Жігіттер, қараңдар, мұнда кім өтіп бара жатқан? Чё за лох мынау? Щегол, сен неме біздің көшемен өтіп бара жатсың, а? Мынау біздің көше, мал. Қайдағы сендердің көшелерін? Сендер мына көшен сатып алдыңдар ма? Мынау сендердің көшелерін емес қой? Жігіттер, қараңдар. Мынау вообще борзый болып кетіпті ғой. Сен емес сондай дерзкейсің, а? Мынау сен көтінді айырады кәз. Мен өздерім сендердің көттерінді айырам. Не керек сендерге? Не деп тұрсың, терпила, ақша бар ма? Шығар қалтаңды. Кет бар. Әкел ақшамды, әкел. Жап аузыңды. Жап дедім, аузыңды ұқтың ба? Сосын мэрге айт қойып жүрме, ұқтың ба? Мэрге айтсам, біз сені ұрып тастаймыз. Даун,
Все, давай терпила. Енді кет мына жерден. Осыдан біреуге айтсан біз туралына. Біз сен көдінді айырамыз. Мал, блин. Вот мне, короче, осылай болды. Сол малдар мен ақшамды алып алып, мен оны бір ұрып едім, ол мен ақшамды алайын деп жатқанда. Сондай төбелес басталды ғой. Олар просто көп болған, олар үшеу болған. Мен үшеулермен справиться етпеуші едім. Ну сен баха молодецсің. Сен оларға хотя бы біраз отпор бердің. Бә, молодец. Бә, иә. А, кстати, баха, сен ана мысығың не болды? Ода бәрі жақсы ма? А, иә, ода бәрі жақсы. Оған ештеңке болмапты. Жарайды, короче, Диас. Все, біз уже айттық, сол хулигандар бізге не істеген. Енді давай сен айтшы, сен сол хулигандар не істегенді, қалай отомстить еткенді. Сен айтам дедің ғой? Ладно, короче, мен айтам, но сендер только ешкімге айтпаңдар оны. Вообще ешкімге, жарай ма? Иә, жақсы. Чё там, давай айт. Короче, мен сол Ридер Хилл деп аталатын заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйді осмотреть етіп болғанда, мен сол хулигандарды талдырып Ридер Хилл деген жерастыдағы қорқынышты үйге тащить етіп жатқам, чтоб оларға отомстить ету үшін. Короче, достар, мынау заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйде уже давно ешкім жоқ, и осы жерастыдағы қорқынышты үй туралыны уже бәрі ұмытып кетті. Так, достар, мен қазір обратно номері 22-ші деревняға қайтып, и анау 3 хулигандарды талдырып, осында әкелгім кеп тұр, и осы заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйді перестроить еткім кеп тұр, восстановить етіп. Так, все, давайте кеттік. Так, мен уже почти деревняға жетінде қалдым. А, вот, мне номері 22-ші деревня. Так, вот, анау жақта тот самый 3 хулигандар тұр. Так, давайте аккуратно мында барайық. Так, давайте тыңдайық, олар анау жақта не деп айтып жатқан. Бля, жігіттер, анау Диасқа вообще повезло ғой. Егер анау сары түсті очкимен жүретін житель кел қалмаса, то мен оның көтін айырып тастаушы едім вообще. Бә, ол бір жерге кетіп қалды. Ой, жарайды, если сол қотақпас қайтадан осында келсе, біз Треворды шақырып, оны быт-шытын шығарайықшы. Я, Тревор, он вообще көтін бір-ақ айырады ғой. Егер мен оны тағы да бір рет көрсем, оған пиздес болады. Мен мында сомневаюсь. Аха, потом кетик анау разбойниктердің ауылына. Жарайды, жігіттер, давайте лучше обратно өзіміздің ауылымызға сігілейікші. Я, жігіттер, давайте кеттік. На! Керамен бастарына, на! Басым-ай, басым сынып барады. Қайдамын мен? Сен, бұл сенсің ғой. Мені осында әкелген. О, сен уже ояндың ба? Я, блядь, ояндым. Блядь, мал. Шығаршы мені мына жерден. Не үшін мені мұнда посадить еттің? Менің екі қолымда цепь. Мен қозғай алмаймын. Мен цепьқа байланып тұрмын. Я, вот именно, сен
цепьқа байлай алынып тұрсың. Короче, Рамазан, саған, наверное, интересно, мен сені қайда әкелгенмін. Мен сені смерть күтіп тұратын жерге әкелдім сені. Короче, мен сені көргенде сен түрінен белгілі болып тұрған осы. Сен өз достармен бірге хулиган болғансың. Мен сендерге вообще түктес деген жоқ. Но бірақ сен өз достармен бірге издеваться етіп, еще угрожать еткенсің. И еще семені подставить етейін дегенсің. Анау жительға өтірікті айтып, сен сол жительға мені бірінші бастады деп айтқансың. И еще мен сендерді аңдығам, и мен көрдім сендердің итті өлтіріп тастағанды, и иттің өлгенде күліп тұрғандарыңды. Короче, мен мстительный. Мен всегда өз врагтарыма мстить етем, сен сияқты. И, короче, мен сен екі хулиган деген достарыңды пыткаға подвергнуть етті. Олар пыткаға подвергнуться етеді. Ал сен осы клеткада байлай алынып, осында заживо гнить етесің. И сені осы жерде ешкім естімейді, и сенің трупыңды ешкім ешқашан таппайды. Блядь, я жіберші мені, мен сені өлтіремін нахуй. И, кстати, мен еще сенің бүкіл заттарыңды алып алдым. Сенің незаритовый броняң мен қылышың менде, поэтому сен ешқашан шықпайсың мына жерден. Все, давай, Рамазан, молиться ет, чтоб сені мында ешкім таппау үшін, и сені ешкім естімеу үшін. Жоқ, Диас, тоқта! Жоқ, Диас! Диас! Қайдамын мен? Неге аяғым асты? Қап-қатты боп тұр. Диас! Бұл сенсің бе? Не істеп жатсың? Клетканы ашы, мал! Шығаршы мені мына жерден, қотақпас, блядь! Жоқ, не істеп жатсың? Жоқ, шақпа! Наконец-то мен өзімнің местімді совершить еттім врагтарыма. О, сен уже ояндың ба? Хулиган гребаный. Сен қорқынышты смерть күтіп тұр. Жоқ, өтінем, жіберші мені. Сен қазір циркулярная пиланың үстінде отырсың. Мына пытканы мен жасағам. Мына пытканың аты кресло для пыток. Ол осында раньше болған жоқ. Мен оны өзім жасап қойғам. Короче, мен қазір осы рычагты басқан соң осы циркулярный пила қосылады, и сен өлесің. Жоқ! Так, короче, мен мынау Ридер Хилл деген жер астыдағы қорқынышты үйді
батпақпен землямен жауып тастадым, закопать етіп, чтоб анауларды ешкім таппау үшін и оларды ешкім естімеу үшін. Короче, достар, мен уже давно істегім келген нәрсені істедім. Короче, мен анау 3 хулигандарға отомстить еттім. Олар не только хулигандар, олар вообще бессердечный тварь ғой, потому что олар итті өлтіріп тастады, сендер көрдіңдер ме? Ладно, достар, зато мен оларға жестоко отомстить еттім. Давайте кеттік, ары қарай іздей берейік разбойниктердің деревнясын. Вот мне, короче, мен оларға осылай отомстить еттім. Олар менімен издеваться еткен үшін. Ё-моё, не деген ужас. Менде вообще сөз жоқ. Мен ойламаппын оларға сен отомстить етті деп. Дияс, бұл вообще жестоко ғой. Мен просто мстительныймын. Мен всегда өзімнің врагтарыма мстить етем. Менімен издеваться ететіндерге. Просто баяғыда 2019-2020 жылдары менде сондай случай болған, поэтому мен осындай мстительныймын. Короче, сендер бұл туралыны ешкімге айтпаңдар. Бұл туралыны ана Ридер Хилл деп аталатын жерастыдағы қорқынышты үй туралыны ешкім білмеу керек. Если сендер біреуге айтсаңдар, то сендер предатель боласыңдар настоящий. Дияс, қорықпа, ешкімге айтпаймыз. Мен достарым да айтпайды ешкімге. Точно ма? Иә, точно, қорықпа. Жарайды. Кстати, осы номер 22-ші ауылдың мэрі неге сондай, сендер білесіңдер ме? Мен бірінші рет осы ауылға келгенде, мен оны нормальный, жақсы мэр деп ойлағам изначально. Ол мэр бізге уже 2 жыл осылай обращаться етіп жүр. Біз оны 7 месяц бұрын милицияға сдать еткенбіз. И ол, короче, бізден кешірім сұрап тұрған, енді бұлай қайталанбайды деп. И милиция оны жібере салды. Оған вообще түк те істеген жоқ. Потом ол біраз чуть-чуть нормальный болған, потом біраздан соң қайтадан бастады осылай бізге жаман обращаться етуді. Біз білмейміз не істейтінімізді. Мен білем не істейтінімізді. Короче, ол мэр біздің бүкіліміздің уже жынымызға текетті ғой. Ол бізге нормально өмір сүруге мешать жасайды. Ол тоже сол хулигандар секілді бессердечный. И ол тоже солар секілді бізбен издеваться еткен осы ауылда. Короче, мен оған отомстить еткім кеп тұр. Короче, біз сол Диястың методы арқылы оған отомстить етейікші. Оны сол жерастыдағы қорқынышты үйге заманить етіп. Ол уже қатты шынға тиді. Мен семен келсемін. Сөйтейікші, жігіттер. Ол менің мысығымды и мені ұрған. И бізбен издеваться еткен көбірек. Мен де келсемін. Ол маған тоже жаман обращаться еткен. И менің қызыма да тиіскен. Не? Сенде қыз бар ма? Менде қызым бар ғой. Ал сен қызың бар ма? Жоқ. Жарайды, короче, ал сен келсесің бе бізбен? Пожалуйста, сол мэрге отомстить етейікші тоже. Сол жерастыдағы қорқынышты үйге заманить етіп. Сенің. Жарайды, короче, мен білдім оның кім екен, он қандай жаман адам екен. Так что жарайды, короче, оған отомстить етейік тоже. Чё там? Қалай істейміз? Оны қалай заманить етеміз со жаққа? Короче, түн батқан соң, түнде біз оны талдырамыз и сол жерастыдағы қорқынышты үйге апарамыз, чтоб ешкім көрмеу үшін. Так ал басқа жительдарға не деп айтамыз? Олар сұраса.
сол мэрге не болды деп. Короче, осылай істейікші. Короче, жительдар сол мэрді бір жерге кетіп қалды деп ойла қалсын лучше. Біз, короче, оны талдырғанда, оның үйіне кіріп, оның бүкіл заттарын алып алайық и бір жерге лақтыра салайық, чтоб жительдар сол мэрді бір жерге кетіп қалды деп ойла қалу үшін. Қалай сендерге осындай идея? Мә, вообще гениально ғой. Аха. Я надеюсь, жительдар солай ойла қалады. Жарайды, короче, пока күтейік түн батқанша дейін. Түнде біз оны незаметно, чтоб жительдар естімеу үшін, незаметно оны талдырамыз. Не? Тия? Так, ща, подождите, осы жерде болу керек. Вот, міне, таптым. Мә, я қарандар, мұнда реально бір нәрсе бар екен. Так, давайте мында түсіңдер. Давайте осы жерге. Давайте оны осы жерге түсіріңдер. Факел қойыншы қазір. Так, вот мне. Короче, вот мне мен осы жерде сол хулигандарды өлтіргем. Осы место уже давно заброшенный. И осы жерге уже давно ешкім түскен жоқ. Ё-моё, бә, вообще кошмар ғой. Я. Кстати, мына мэрді не істейміз, қай жерге апарамыз? Чтоб өлтіру үшін. Мен білем оны, қай жерге перетащить етуді. Кстати, сендер входты жау қойдыңдар ма за собой? Чтоб мұнда ешкім түс кетпеу үшін. Я, менде земля болған, мен жаптым за собой. Жарайды. Ладно, Диас, короче, кеттік, көрсетші сол хулигандарды бізге. Ладно, короче, кеттік, осында кіріңдер. Вот мне, короче, мынау сол хулигандардың біреуі. Ё-моё, бә, мен ешқашан осындай ужасты көрмеппін. Бә, мен құс қоям қазір. Ё-моё. Мен тоже. Бә, бұл вообще ужас. Бә, мынау хулигандар вообще мразь болған, вообще тварь болған. С другой стороны, Диас, сен молодецсің. С другой стороны, олар заслужить етті осыны. Мен келсем. Мен де. Жарайды, короче, кеттік. Мен сендерге қазір көрсетем. Ана шаман мэрді қай жерге засунуть етіп казнить ететінімізді. Давайте, кеттік. Короче, вот мне. Ана екінші хулиганды, Айдос дегенді, мен осында казнить еткем.
осы клеткада. Короче, біз мэрді тоже осында казнить етеміз. Осы клетканың ішіне засунуть етіп. Кстати, мынау яманың астына қара көрулерін не болады? Оның астында екінші хулиган жатыр, Айдос деген. Ол уже жан кеткендіктен қап-қара болып қалды. Мен әлі доволенмін ғой. Өзімнің врагтарымды осы хулигандарға наконец-то отомстить еткеніме. Я мен де доволенмін. И еще осы номер 22 ауылдың мэрін тоже точно так же казнить ететінімізге де доволенмін. Наконец-то. Ага. Кстати, ал анау үшінші хулиган анау жақтағы комнатада ма? Я точно угадать еттім. Давайте кеттік, мен сендерге соны да көрсетем. Вот мне сол үшінші хулиган. Ол осы клеткада екі қолы цептарға байланып, заживо сгнить еткен, сусыз, тамақсыз страдать етіп. И ол цепқа байланып тұрғандықтан, оған даже некуда болған отыруға. Ол тұрып тұрған все это время. Мә, ужас! Ё-моё! Мыналар точно сол хулигандар екен, бізбен издеваться еткен, реально. Кстати, ал анау кімнің бас сүйегі? Анан артында тұрған. Білмейм, ол ана капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығын басқа бір жертвасы ғой. Жарайды, короче, кеттік, анау мэрді сол клетканың ішіне салып казнить етейік наконец. Қайданым мен? Ай, басым. Тихо, тихо. Диас, Денис, Баха, Арман. Не болып жатыр? Не істедіңдер сендер? Сен уже ояндың ба? Наконец-то, біз уже давно осыны істейін дегенбіз. Мен жай ғана сендерге ресурстарды бермеген үшін осында әкелдіңдер ме? Шығарыңдар мені. Жоқ, бізді ресурстар үшін емес. Сен ең жаман мэрсің. Сен не только жаман мэрсің, сен вообще жаман адамсың. Поэтому біз сені әкелдік осында. Сен уже 2 жыл номер 22 ауылдағы жительдарға, особенно Баха мен Арманға жаман обращаться етіп жүрсің. И сен маған да жаман обращаться етпейсің. Сен менің қызыма да тиіскенсің. И еще сен менің мысығымды ұрғансың. И еще мені де ұрып тастағансың. Сен еще өзіңнің балаң мен әйеліңді де ұрғансың. Баха бізге айтып берді соны. Сен слишком көп жаман нәрсе істегенсің. Мен сені бірінші рет көргенде, мен сені жақсы, нормально деп ойлағам, но сен вообще тварь екенсің, бессердечный. Поэтому біз сені осында казнить етеміз, Жоқ, өтінем. Өтінем, кешіріңдерші мені. Мен енді істемеймін өйтіп, өтінем, босаттыңдаршы мені. Жоқ, на этот раз кешірмейміз. На этот раз сенің сол кешірім сұрайтын планың не сработает. Біз сені уже көп рет кешіргенбіз. Короче, Ридер Хилл деп аталатын жерастыдағы қорқынышты үй. Осы заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйде
уже давно ешкім түскен жоқ. Енді уже давно ешкім жоқ. Осы жерастыдағы қорқынышты үйді Диас тауып алған. И Диас осы жерастыдағы қорқынышты үйде ана 3 хулигандарды казнить еткен. Сол 3 хулигандар Диасқа да тиіскен, издеваться етті. Короче, осы сен отырған клеткада Айдос деген хулигандардың біреуі казниться етілген. Осы ямадағы оттарға қуады. И сол хулиган прям қазір сен астында жатыр. И сен мэр қазір точно так же өртенесің. Сол хулиган секілді. Қазір мен блокты шақсам, сен осы оттарға құлайсың. Давай нормально жұмыс істе, тупой. Сен мэрді уважать етуің керексің. Өзің жөнде мынау енді бұл менің проблемам емес. Мал, мен саған айттым ғой, мынау менің көмірім деп. Тез жоғал мына жерден, а то мына мотыканы көзіне қанға сүрінтіп тастадың ба? Молодец, қой вообще. Долбоёб, жап аузыңды. Сен қалай сөйлейсің менімен, а? Аузыңа ие бол, мен ең жақсы мэрмін. Сендер мені уважать етуің керексің. Блять, қатты шыныма тиді. Ол скоро өліп қалады. Мен өзім басқан үшін. Ой, бітірем. Диас был вообще жестоко. Мен просто мстительныймын. Мен всегда өзімнің врагтарыма мстить етем. Менімен издеваться ететіндерге. Сен неме сондай дерзкийсің, а? Мынау жидек, ол менің бауырым. Осы көтінді айыра тоқтың ба? Не деп айттың, сука, анасына рас төйлесесің ба? Блять, уже мен қатты нервно тиді. Мен скоро шелерді деп өртем. Сен осында Алиэкспресстан алып келді мені? Мен просто мстительный. Мен всегда өзімнің врагтарыма мстить етем. Менімен издеваться ететіндер. Мен сенің екі хулиган деген досыңды пыткаға подвергнуть еттім, ал сен осы клеткада байланып заживо тынет етесің. Так ал басқа жительдарға не деп айтамыз? Олар сұраса, сол мэрге не болды деп. Короче, жительдар сол мэрді бір жерге кетіп қалып деп ойлап қалсын лучше. Біз, короче, оны талдырғанда, оның үйіне кіріп, оның бүкіл заттарын алмалайық и бір жерге лақтыра салайық, чтобы жительдар сол мэрді бір жерге кетіп қалып деп ойлап қалушы. Бұл әлі конец емес. Короче, достар, мен осы номер 22-ші ауылда бір үйді арендовать еттім. Осы үй бос екен. Короче, мен осы номер 22-ші ауылда ана Деннистармен бірге біраз бола тұрайын. Потом өзімнің қалама қайтам, наверное. Өзім тұратын үйіме. Да, мен домой хочу что-то. Так, стоп, погодите, достар. Маған біреу звондап жатыр. Видео звонокпен біреу. Так, кім бұл? Так, давайте алайық. Алло, Диас, привет. Не, Тревор Николаев. Саған не керек? Сен мен номерімді қайдан білесің? Мен сен номеріңді білем енді. Маған сенің номеріңді ана капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы айтып берді. Короче, сол
разбойниктердің бастығын Нұрасыл Шамбеков деген біреу өлтіріп тастапты. И сен генераторды шағып тастапсың. Бірақ бұл әлі конец емес. Капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы өлсе, мен оның делосын ары қарай продолжать етемін. Сен не шынымен де сол разбойниктердің бастығы өлгеннен и сол генератор тоқталғаннан бәрі бітті деп ойлап тұрсың ба? Ештеңе біткен жоқ әлі. Мен енді ғана разбойник болдым.